Баршаңызға қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте тамаша рецепті сіздерге ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осы рецептісін мен осы видеоның астына граммдармен жазып қалдырып кетемін достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер достар. Осындай нәзік, жұмсақ кекістер өте тамаша рецепт. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Өте керемет, ауызда саса ерейтіндей ғой достар. Енді жұмыртқаны ыдысымызға жарып алып, содан кейін қантты салып, миксермен жақсылап миксерлеп аламыз достар. Миксерлеген кезде өте әдемі көпіршілік биіктеу болып, аппақ болып көпіршіп шығады достар. Соға дейін миксерлейміз. Содан кейін ретімен сметананы саламыз, және де ерітілген сары майды да салып, оны да жақсылап тұрып миксерлеп аламыз достар. Енді мен ұнның үстіне қосытқышты және де ванилинді салып, осылай қылып електен ұнымызды өткізіп аламыз. Енді оны да миксермен жақсылап тұрып, арасында түйіршіктер қалмайынша жақсылап миксерлеп аламыз достар. Осындай қалыпқа мен салып шықтым достар. Қатты толтырмайсыздар, кішкене ғана асырасыздар ортасынан. Мінекей дәл осылай қылып, осындай бумажный қалыптарда мен пісіріп шықтым достар. Енді үстіне осындай шоколадтарды, Қазақстан шоколадын бөліп, осылай беттеріне сеуіп шықтым достар. Менде әдемі болып пісіп шықты достар. Сіздермен болған Сабира, қош сау болыңыздар.